кетпеймін деп зар илеген тоқалына көңілі қалған арслан соңғы күндері оның төсегіне бармайтын болған. Тек жалғыз ұлын қимайды. Тауфиғы әтей деп былдырлап артынан қалмайды. Үйге келсе өзі зерек, шешесі қазақша сөйлегенімен татар тілін өзі үйретті. Әкесінің кітапханасындағы кітаптардың суреттерін көрсетеді, санамақ ойнатады. Көзі көгілдір, шашы алтындай ақсары сәби өмірінің жалғасы болса да бір Құдайға манаттады. Аман жүрсе кездесерміз. Сап-сары татардың баласы ешкімнің қорасына сыймас. Қайтадан алып кетемін. Көп ақша әкеліп берсем, Хадиша қайтарып берер. Дүние қоңыз тоқал содан кейін өз жолын тапсын, деп буды іштей. Нүрия жолға әзірлігін білдірді. Таңсәріде оянғанымен Арслан күні бойы ештеңе болмағандай жүрді. Көршілерге 2 салт атты әзірлетті. Ас ауқатын, тағы 1-2 жол қоржынды артына өңгертті. Мен Нүрияны алып төркініне барам. Сен үйге ие бол. Ұлымды қара шаңырағынан бөлме. Заманды байқа. Ел тынышталса оралармын. Мен осында болсам байдың тұқымы деп барымызды кәмпескелер. Мені қашып кетті десең, сен кедейдің қызы едің ғой, тиіспес. Тауфиқты аман өсір. Қайда жүрсем де жиғаным соныкі, деді дауыс дірілдеп. Күні бойы ойланып толғанып ұлының жолында жүрді. Есінде қалсын деп сырнаймен де татаршылап әнде салды. Ел орынға отырғанда қос ат мінген ерлі-зайыпты татарлар алыс жолға шықты. Хадиша ең болмаса қоштасарда жылы сөз айтуға да жарамады. Құтылғанша асыққандай ұлын сүйген әкесінен тез-тез бөліп алып үйге қарай сүйрей жөнелді. Сәби жүрегі бір бәлен сезгендей әтей деп шырылдап айырылды. Арсланның жүрегі қанжылап аяғын үзеңгіге салды. Сол кеткеннен мол кеткен еді. Күздің қара суығымен қарқаралы дуанына кәмпеске деген дүрбелең бірге келіп, кеше ана ауылда, бүгін мына ауылда малын, дүние-мүлкін сыпырып алыпты деген қауесеттер шығып, дақпырты семей үйезіне жайылып жатты. Мыңғырған байларды ібір-сібірге айдатып жатыпты деген де бар. Хадиша Арсланның барындағыдай емес, елден келген ағайыннан қашпайтын болды. Қайта елден келіпті дегендерге елең етіп әңгімесіне құлақ түретін шығарды. Тіпті қалаға келгендер үйіне де түсіп жүрді. Партия, комсомол дегендер шығып ел-елді аралап қызылдардың өкіметіне өтіңдер деп жатыр. Өкіметке өткенді жарылқайды екен деп келді бір ағайыны. Немен қалай жарылқайтынын білмейді. Оған тек кедейлерді алады. Байлар барын өткізіп ортаға теңеліп беріп өтеді екен деп қояды. Өзінің әл-ауқаты өкімет жарылқайтынына жатпайтынын сезіп ішінен. Барымды тартып алмаса жарар еді. Жарылқамай-ақ қойсын деп жүрген Хадишаның үйіне де тықыр жетті бір күні. Аулада ұлын ағаш ат жасап ойнатып жатыр еді. Қақпасына сындырып жаздап тарсылдатты. Үйлерінде Арсланның барындай топ-топ қызметші жоқ еді. Баяғы Нүрияны бөлген тамда әйелмен Ермет деген бір татарлас тұратын. Шәлиғаның үй іші қырға кеткен. Ермет қақпаға сүріне қарына жетіп ашып жіберіп еді. Өкіметтің үлгісімен киінген 2 еркек жедел басып үйге беттеді. Жүрегі бір бәлені сезген тоқал оларға қарсы жүрді. Түсі суықтау біреуі. Сен бе Ахметовтың тоқалы? Деді зіл дауыспен. Еркек отты жанарымен Хадишаның тұла бойын тінтіп өтті. Жап-жас екен ғой, қоянның көжегіндей түрін құшақтап алып үркітейін бе деп ойлап та үлгерді. Есіне өкімет тапсырмасымен жүрген түсіп, түсін қайта суыта қойды. Оның түрінен қорыққан дауыспен деп күмілжіді Хадиша. Жолдас, сен осында күзет, мен мына әйелмен іште сөйлесейін деді. Ермет таупанды өз үй жағына жетелей жөнелді. Үйге кірейін бе деп рұқсат сұрау жоқ. Әлгі еркек баспалдақты нығырлай басып, есікті шалқайта ашып кіріп кетті. Хадиша соңынан ерді. Өзі осы үйге түскелі осылай басынып кірген адамды бірінші көруі. Ішінен байың жоқ болса осы деп қойды. Екпіндеген еркек сенекі аяқ киімінде шешпей төргі бөлмеге өте шықты. Барқытпен тыстаған орындыққа жайғасты. Жан-жағына барлап ұзақ қарады. Кәмпескеші екенін іші сезген Хадиша үндемей босағаға сүйеніп тұр. Тоқал, байың мына дүниені саған тастай қашқаны қалай? Жер аударылып жоғалам деп қорыққаны ғой. Сен кедейдің қызы болған соң саған тиіспейді деген ғой деп кекетті.
Басындағы былғары кепкені шешіп үстелге қойды да былғары сөмкені ашып әлдебір қағаз шығарды. Мынау казчиктің байдың мүлкін тартып алып кедейге тарат, не орталыққа құй деген үкімі. Өзіңнің сауатың бар ма деп қағазды бұған ұсынды. Хадиша да қайдан сауат болсын, тек соңғы жылдары ақша санағанды үйренген жирен шалдан. Қояндының жәрмеңкесіне барғанда қолына да ақша берген базарладып. Сауат жоғын біліп қояды деп ойлап, еркек берген қағазға қолын ұсынбады. Міз бақпай тұра берді. Мен аудандық милицияның орынбасары Төрегелді Тоқпақбай баласы Жолдаспын. Мына үкімді орындау маған тапсырылған. Сен кедейдің қызы болғаныңмен саудагер байдың, яғни көпестің қатынысың. Соның кедейді сорып, алдаусыратып тапқан байлығын сен басып алдың. Сондықтан ол қашып кетсе де Ахметовке тиесілі жазаны саған қолданамыз, деді зілденіп қарап. Ойпырмайдың көзінен от шашырайды. Хадиша қорыққаннан қоянша дірілдеді. Әсіресе жазасын сен аласың дегенге Таупанын жетектеп жер аударып жіберетіндей шошты. Үндемеді. Ертең келіп бар мүлкіңді тізімдейміз. Сен қайда қашасың қатын басыңмен? Ары кетсе Егіндібұлаққа әкеңе барарсың. Өкіметтің қол ұзын, айға шықсаң айдан, қырға шықсаң қырдан тауып алады. Бүгінде бәрі бәлшебек өздері-ақ ұстап береді. Сондықтан ойлан. Ертең келеміз, деді де бұл байғұстан жауап күтпей-ақ шығып кетті. Ахметовтың баласына тигелі бері басынан сөз асып көрмеген, өз билігі өзіне тиген Хадишаға мына қорлық өліммен тең болды. Ал кеп жыласын, ал кеп жыласын. Жирен шалдың жүрген ізіне зар болған енді біліп зар иледі. Есін жиып сыртқа шығып еді, аулада ермек жүр екен. Тез таз ашуын тырнадан алады дегендей. Әй, сорлы бала қайда деп баж ете түсті. Қанша Таупанды тығып қойдым деп емпеңдеп келе жатыр еді. Тыққан несі, ол татардың баласын қайтсын? Оған мына дүние керек, қараңғалғыр, сен не білуші едің деп жазғыра жөнелді. Ермет өз үйіне барып Таупанды ертіп келді. Бір бәле болып қалған іш сезген бала да шырылдап келіп жылап. Әти-әне деп шешесіне бас салды. Жирен шалдың үйретуімен әке-шешені әти-әне деп атайтын. Мұндай жағдайда ақылдасар Ермет пе баласын жетектеп өз үйіне кіріп алып, Хадиша не істерін білмей дал болды. Әншейінде елден келіп кетіп жататындар да жоқ. Шалиғаның да қарасы батты. Нені берсем, нені алып қалсам деп аласұрып, әрнені бұрыстап жүргенде түн ауды. Мұның шамы өшпей тұрған соң ба, Ермет үйге бірден кіріп келді де, ханым, бағымаға өкімет кісі келді, деді даусы құмығып. Қандай өкімет? Ертең келемін деп еді ғой, түн ортасында о несі? Білмеймін ханым деп жатқанда түнгі қонақ бөлмеге кіріп келді. Сен шаруаңа бар, үйге ешкімді кіргізбе, деді еркек Ерметке осы үйдің қожайынына ұқсап. Хадишада үн жоқ, ұлының қолынан ұстап қатып қалған үйдің ортасында. Мынау көпестен туған бала ма? Деді милиция. Иә, атың кім бала? Тауфиқ деп бала үлкен адамша жауап берді. Тауфиқ, сен жаңағы ағаңа бар, мен апаңмен сөйлесемін деп есікке қарай итермеледі. Хадишаға мына ісі жақпаса да өкіметті өкіліне ешнәрсе айта алмады. Тауфиқ томпиған күйі есіктен шығып кетті. Сенімен ертеңгі мәселені кеңескелі келдім, деді де Таупанның артынан шығып, Ерматқа баланы тапсырып үйге қайта кірді. Сырт киімін сенекке шешіп тастапты. Бағанағыдай емес, түсі жылы, шашын қайырып тараған, бүркіт тұмсық, ботақан көз. Ұзын бойлы жігітке Хадиша бір сәтке әйелді көзімен қарап қалды. Ол да сезе қойды ма? Өзіңнің аты кім? Деді жылы дауыспен. Хадиша. Жасың нешеде? Жасын сұрағанға жын ұстап үндемеді. Ой, айналайын, жап-жас екенсің ғой. Көпестің тоқалы дегенге сары қарын қатын ба десем, деп жақындап келіншектің қолын ұстамақ болып еді. Хадиша ыршып түсті. Өй, өзің асаусың ғой. Мен ертеңгі шаруаны алдын ала өз еркіммен келісіп алайын деп келдім, деді де төрде жайылып жатқан көрпеге жанына жатқан жастықты құшақтап жата кетті. Өз еркіңмен шаруаны келісуге келдім деген сөздер Хадишаның ішін жылытты. Кел отыр, жақындау, деп Төрегелді көрпешенің шетін көрсетті. Хадиша бір тізерлеп жайғасқан соң, Хадиша, мынау сұмдық байлық қой, оның бәрін саған өкімет бере салмайды. Мұның біразын шындығында үйдің төрт қабырғасынан басқасын өкіметке өткізуге тура келеді.
ертеңнен бастап тізімдеуші комиссия деген 3-4 адам келіп түгендеп арғы күні көшіріп әкетеді деді. келіншекке қайтер екен дегендей бағдарлап қарап қойды. Төрегелді арсланнан алып қалған күллі дүниесі көзінен бал-бал ұшатынын ойлап іші күйген Хадиша неге бәрін әкетеді, мен қалай күн көрем деп қалды. Мелисаға да керек осы еді. Иә, қалай күн көрмексің, соны ойлан. Әкесі тірідей тастап кеткен жетімек жеткізу оңай ма? Қаны болса да бөлек. Ертең қандай болып өсерін кім білген? Ел ішіне сияр ма деп ақыл-тымсып келіншектің келешегіне барып келгенде қорқыта сөйледі. Еркектің бұл сөзіне айтар уәжі жоқ, әйелдің дымы шықпай қалды. Жалғыз ұлы туралы жаман болжам айтқан кісіге де әуде алмады. Хатишаның әке-шешесін, ағасын сыртынан білетін Төрегелді олардың да бәлендей өзіне қарсы шықпасын сезді. Төрегелді шала сауаты бар кешегі кедейдің бірі еді. Қоянттағы Батовтан алған жәрмеңкеге елден айдап әкелген мал сатушыларға жалданып жүріп есеп үйренген. Кейіннен Қарағанды жақтағы ағайындарына барып азғантай зауыт ашқан. Дүрбелең басталғанда елге қайта келіп бәлшебек болды. 5 адамның басы қосылған жерге белсеніп шығып, өкіметтің жырын жырлап коммунистердің көзіне түсті. Қарқаралыға келген басшыларының бірі мұның ет тірлігін, орысша сауаты барын байқап қалып аудандық милицияның орынбасарлығына бекітті. Бар тірлігі ауыл-ауылға кәмпескеге компенсиясын шығарып байлардың мүлкін тәркілеу, оған бағынбағандарын пүртікөлдеп Қарағандыға айдату. Жанында 2 көмекшісі бар. Күндіз-түні аттан түспейді. Күздегі кәмпескеде бір басшысы кәмпескелескен бір байдың қызын алып дүниесінің жарысын ортаққа құйып, жартысын өзі сіңіріп қапты дегенді естіген. Өзі кедейліктен үйлене алмай жүргенде заман өзгерді. Басына бақ қонып бастық болды. Ендігі арманы байлардың бірінің қызын, тіпті тоқалын болса да иеленіп алып, дүние мүлкін басып қалу. Ауыл-ауылы аралап жүріп кәмпескеге ұшырағандардың қызы мен тоқалдарын байқап жүреді. Әке атымен қызы өтеді дегендей байлардың қызын балиғатқа толмай жатып-ақ атастырып, қыз болып қылтиғаннан алып кететін көрінеді. Содан ба әзірге көңілге қонатындай қыз бар көрмеді. Кейіннен тоқалы бар дегендерді аңдып еді. Тоқалдары сары қатын болып шықты. Өзі сияқты кедей-кепшіктің қыздары бар, бірақ оларды іштей менсінбеді. Күніне бір ауылды дүркіретіп, салт атқа мініп, қырды кезіп жүрсе іздегенін жанында жүріпті. Қарқаралының қақ ортасында тұрған салтанатты үйде жүр екен. Дау шығарып тоқалымды тартып алады дейтін байы қашып кеткен. Бары бармақтай баласы, елде Жақып деген ағасы бар деп еді. Ол да белсеніп бәлшебек болып жүр деп естіді. Өзі бәлшебек болса, аудандық милициямен қайын болғанға қуанбаса қиналмас. Осылай ойлармен күндіз көріп кеткен келіншекке түнделеп келген еді. Бүгін ертең деп соза бермей мәселенің басын бірден ашып алмақшы болды. Хатиша, мен саған әдейі түнделетіп келдім деп бір тоқтады. Келіншек не дер екен дегендей барлай қарады. Ол үндемеді. Мынадай шексіз байлықты бір күнде арттырып жіберу де оңай емес шығар. Өкіметтің үкімінде бұзуға болмайды. Содан саған жаным ашып келдім. Ертең осыдан шамымен ауылға шығарып берейік те кәмпескесінің тізімін жасап артпасына арттырайық. Қалғанына өзің ие бол. Закон бойынша сені жер аударуымыз керек екен білесің ғой. Сол жағында шешейік деп бір тоқтады. Соңғы сөздерді естіген Хатиша бұл кісінің не ойлағаны бар деп сен жер аударуымыз керек екен білесің ғой дегеннен іште қорқу отырды. Сен әлі жассың, мына дүниеге ие бола алмайсың. Үкімет те сені жіберіп қоймайды. Сондықтан біреудің етегінен ұстағаның жөн болады деп келіншекке қарай жамбаспен сырғыды. О не дегеніңіз, күйеуің тірі ғой деп күмілжіді әйел. Ол қашқын, үкіметтен қашып кетті. Осындай азапқа сені тастап кетті. Әгер әке келсе де оны үкімет ұстап алып соттап жер аударады. Енді сен оған жоқсың. Бұл үйде оныкі емес. Дұрыс шешсең сенікі, дұрыс шешпесең өкіметтікі. Сондықтан ойлан. Байым жоқ, басы бос қатынмын деп қайта байға тей. Сен кедейдің қыз екеніңді, дүние мүлікті өз еркімен өткізгенді ескеріп, жер аударуын алып қалармыз деп барып өзіне салмақ сала тоқтады. Дұрыс шешетіндей не істеуім керек деді әйел арғы жағы үйден айырылмау.
бәлшебекке не өкіметтің қызметінде жүрген біреуге байға тиесің деп анығына көшкен төрегелді. Оны қайдан табам деп көзін бақырайтып келіншек. Міне жаныңды тұр. Күндіз көргеннен саған есім кетті. Мен де бойдақ, сенің де басың бос. 2 жарты 1 бүтін болып мына барға ие болайық. Мен тұрғанда саған ешкім тимес. Аудандық милицияның бастығының орынбасарына қарсы сөз айтайтындай келіншекте күш қайда. Ол кісінің айтып отырғаны да жөн екен. Жаныма серік болатын бәлшебек іздеп қай ауылға барайын? Өзі келіп тұрған байым шығар. Өзі тым шал емес пе екен деген іште ой қылаң еткізді. Сен ойлана тұр. Мен сыртқа шығып шылым тартып келейін деді де төрегелді көң пәпкесінен мүштегін алып сыртқа беттеді. Есік алдындағы қызметшілердің үйінің шамы сөніпті. Күллі ауыл ұйқы құшағында. Тек түнгі тыныштықты бұзып тұрған иттердің үргені ғана. Тоқалды бүгін түсіруім керек құрыққа деп ойлап төрегелді ішке қайта кірді. Бағанағы отырған жеріне Хадиша әлі отыр. Не отырсың? Мен сені төсекті алып қойған шығар десем деп еркекке өктемдеу үнмен. Қалай салам, сіз қонақсыз ба деді әйел. Енді ше, саған пана болайын деп келдім емес пе? Енді саған күйеу болам. Қалай? Көкемен әкеме айтпай іске тие салам ба? Сен жас қыз ба едің әкеңнен сұрайтын? Сен байқатынсың. Кімді үйге кіргізіп аласың өзің білесің. Коммунистердің әйелдері сөйтеді. Мен бүгін қойныңа жатам. Ертең комиссияға әйелім деймін. Әкешсең кейін ести жатар деді де таптама етігін шешіп есік жаққа лақтырды. Қаласаң да қаламасаң да байың болам. Әйтпесе жолың жер аудару дегенді білдірді әр қимылмен. Хадиша жирен шалы екеуі жататын бос төсекке бірге жатуға жүрегі дауаламай төргі бөлмеге еркекке төсек салды. Төсегіңізді қонақ бөлмеге салып қойдым деді сызылып. Қайда деп төрегелді қолынан ұстай алды. Хадиша да маңдайға жазылған осы шығар дегенде қарсыласпады. Шала шешінген еркек келіншекті төсегіне ала құлады. Ойда жоқта күйеулі болып қалған Хадиша осының бәрі түсінбей қазір комиссия дегені келіп үйімді сыпырып кететін шығар деген ой түскенде ұйқысы шайдай ашылды. Жанында жатқан төрегелді түк білмегендей осы төсекте өмір бойы жатып келе жатқандай қорқор етеді. Татардың ісмер қыздары тоқыған терезедегі әсемшіліктерден күн сығалап қарайды. Құдды Хадишаға күйеуіңнің көзіне шөп салып ойнастық қылдың ба деп күліп тұрғандай. Денесінің қызуы тез басылған әйел біртүрлі шошынып, мына дүлейдің жатсын-ай, қазір оянған соң, әй тоқал, бір күнгі ойнасын болдың, енді дүниені сыртқа шығар десе қайтем деп тағы ойлап жылы төсектен атып тұрды. Шұлығын, мәсін асығыс киіп, орамалын жүре байлады. Есікке жете берген сол еді. Хадиша, қайда барасың асығып деді еркек. Ұлымды тауып алып, үйдің заттарын сыртқа тастайын Ерметке деп қайтер екен дегендей мұңая тіл қатты. Ұлың Ерметтікінде түнде қойныңа алып жат дегем. Дүниеңді сыртқа шығаруға асықпа, кел бері деп Дамбалшаң жанына жетіп келді ағараңдап. Құшақтай алды. Қойыңыз, ендігі артық болар, таң атты деген келіншекті қайтадан төсекке сүйреді. Бұрынғы күйеуі салт дәстүрмен әдет-ғұрыпты сақтай отырып ерлі-зайыпты қарым-қатынасқа үйреткен әйелге күн шыққан соң еркекпен төсекке жату сұмдықтай көрінді. Ойнас дегендер өстеді екен ғой, қайтейін, заман осылардікі деп мәсісін қайта шеше бастады. Ұяттан өртеніп барады. Күллі дүниесі оттай жанды. Арсыз еркек оны өзінше қабылдап. Өзің жанып тұрсың ғой, менің қойныма жатқың келіп деп жұлмалай жөнелді. Хадишаның үйіне комиссия теккелер 7-де келді. Төрегелді өз басын жанында 3-4 еркек белсенді бар алдын ала сыртқа шығарып қойғандарды тізімдеп шықты. Ермет пен Шалиғаның күйеуі қожайындарының жиын терген іштеріне күйе жүріп ырдуан арбаға артты. Төрегелді жанындағыларға жағдайды айтып қойған ба, ішке кіріп не қалды не жоқ деп түгендемеді. Тек ересектеу бір белсенді шал үйдің маңын шарлап, жартылай жер астынан салынған 1-ші қабаттағы үй мен отын жиған сарайларды көріп шықты. Ойпырмайдың бәрін ойластырған-ай, мына отын 10 жылға жетеді ғой деп жағасын ұстап тамсанды. Шындығында арамен кесіп бұтарлап жағуға ыңғайлы етіп тізіп тастаған қарағай ағаштары 2 бөлмеге толық сықырлап жүктей тізіліп тұр еді. Соның астында Ахметовтың күллі байлығы жатқан ешкім білмейтін. Оны білетін жалғыз ұлы Арслан елден безіп қазанда жүр. Ел тынышталған соң барып байлығымды алып, ерсе Хадишаны, ермесе жалғыз ұлымды сатып алсам да, қолымда өлсем де алып қайтам деп алыстан зарлап
ұйқысы оң бөлінеді. «Әй, Төке, үйіңнен бір шынаяқ шай бермей шығарып салғалы тұрмысың?» деп өзімен қатарласып біреуі әзілдегенде Төрегелді сасқалақтап: «Хадиша, шай қойсаңдаршы» деп қалды. Үйіңнен дегенді естіген келіншек көңілденіп кетті. Әншейін қойныма жатып жүрген жоқ екен ғой, жұмыстарына айтқан екен ғой, шынында күйеуім екен ғой деп ойлап тіпті шәлиғаға қазан көтерді. 3 арбаға кәмпескеленген дүниені арттырып жіберіп, еркектер үйге кірді. Қонақ бөлмеге жайғасып бір-бір жастықты құшақтап жата-жата кетісті. Сөйткенше Хадишаның шайы әзір болды. Артынша Қазекемнің еті келді. Ет үстінде Төрегелді: «Енді нағыз қонақ болдыңыздар. Мына бір дәмнен де көрейік» деп көкшілдеу сопақ шишағадағы сұйықтықты алып келді. Шай құйып отырған Хадиша оның арақ екенін біле қойды. Баяғыда жирен шалы Семейге барғанда саудагерлермен ішкенін көрген болатын. Оны ішетін ұсақтау шынаяқ әкелді де Төрегелдінің жанына қойды. Өкіметтің белсенділері қызыңқырап қалып біразға дейін отырды. Ән салды ма, әйтеуір әрең кетті. Бүгін екеуміздің қосылған күніміз болды. Жұмыстағылар енді біледі. Мен сенің күйеуіңмін. Қар ери бастағанда егінді бұлаққа әке-шешеңнің алдынан өтем. Жақып көкеңді жиналыс барысында көріп қалсам мән-жайды ұқтырамын, деді Төрегелді ханшайымның көңілін орнына түсіру үшін. Баласы туралы не екенін аузына алмайды. Кәдімгі ол жоқ сияқты. Төрегелді қонған түндері бейшара баланы ермек әкететін болған. Өз сұрайын десе өкімет екенін есіне түсіп қорқады. Жанында жары болғанымен жүрек баласын ауып екіұдайлау күндері басталды. Хадишаның Тауфиқ күні бойы әнеймен бірге жүреді. Қыз қарай ешкім айтпаса да ермектің жағына бет алады. Бала болып анасынан «Мына көке кім? Ол біздің үйде неге жүр?» деп сұрап жүрегін ауыртпады. Көктем шыға туылған қой лақпен ойнап, жетім қозыларға қолдан сүт беріп ермектеп кете береді. Хадиша Ермет пен Шәлиғаның үйіндегілерге елден келгендерді үйге қондырмаңдар, қонса мына кісіні көріп қалады, өздерің ауыздарыңа ие болыңдар, мүмкін болса қырдан келгендерді қожайынның жоқ үйі ғой деп жолатпаңдар деп тапсырып қойған. Өзі қыс бойы көрпеше құрауды ермек етті. Баяғы арсланның барындай тай-тай мата жоқ. Содан қалғандарды құрастырып төр көрпе жасады. Апасының жасауға бергендерінің астары үлбірей бастаған екен, соны ауыстырды. Шәлиғаның күземнен алған жүндерін боятып ертті. Таупанға көкірекше тоқыды. Әйтеуір қыста сыр берді-ау. Тап мұндай ұзын, мұндай қорқынышты, мұндай мағынасыз қыс Хадиша ес білгелі болмаған шығар-ау. Жылда қыстың алғашқы қары өздерінің есік алдында қардың еруінен басталатын. Қырдың үстіндегі жасыл шатырлы қос қабат үйдің орналасқан жер биік болған соң ба, алтын күрек алдымен сонда соғатын. Көктемнің осы бір жылы лебі осы үйдің қарын алдымен ертетін. Таупаны томпаңдап есік алдында қорбаңдаған аюдай әкесінің алдында жарысып ойнап жүруші еді-ай. Дүние-ай десеңші. Жирен шал еркелетіп отыратын екеуін. Соның қадірін білді ме? Хадиша аңдығаны Нүрия болып. Сол базаршылап қайтып тұлданып, соған байы сөйлесе бұлданып жүруші еді. Ол да бір дәурен екен, өте шықты шіркін. Үшеуінің жүрегі бүгінде 3 бөлек жерге соғады. Байғұс баланы түн баласы әкесінен қалған тамғада кіргізбейді. Баяғы Нүрия жатқан темір кереуеткен түнде бүгінде біттей болып бүрісіп Тауфиқ жатады деп кім ойлаған? Бала болса да іші пәлен сезіп бүрісіп барып ұйықтайды, әдем түстер көреді. Баяғыдай әтейім ойына мінгізіп алады, не болмаса ат болып 4 тағандап таупанды ойнатып жүреді. Нәнесі Нүрияны осылай атайтын татаршалап әкесінің үйретумен. Нәнесі келе жатады, қолында пәрәміші бар. «Таупажан, аузыңды ашшы» деп еркелеп бұлданып жатып оянып кетеді. Көзін ашса тас қараңғы тыныштық. Тек жерге төсек салып жатқан Ермет көкесімен Сәтен апасының пышылдап ұйықтап жатқан дыбыстары ғана шығады. Содан байғұс баланың ұйқысы ашылып кетеді. Әнейім не істеп жатыр екен деп көрші тамда жатқан шешесін сағынады. Бара алмайды ол үйге. Анау мұрты бар, қайыс белбеу тағып, басында күн қағарып ал қалпақ киетін аға бар жанында. Ол барда үйге кіру болмайды. Бір рет мұны жанына шақырып айтқан: «Мен кешке қарай жұмыстан келгенде Ерметтің үйіне қонасың, басқа кезде шешеңе келе бер» деген.
өзі сондай жаман, әтейінің төсегіне жатып алыпты, киімдерін де әкеліп соның ілгішіне іліп қойыпты. Саптама етігі үлкен ақ, басы доғалдай. Өткенде ермек көкені теуіп жібергенде де ол орнынан тұра алмай қалды ғой, содан қорқады. Шәкен апа ол жоқта оны қарғайды жылап отырып. Қожайынымнан садақа кеткір, заман осы арамтамақтікі болды. Біреудің дайын дүниесіне ие болып, Құдай жасасын берер биттей баланы анасынан тірідей айырып, Құдай тапқыр деп келіп Таупанды бауырына басып ұйықтатады. Тауфиқ алтын пәуескесімен әтейім келеді деп күнде үйдің артындағы үйілді қарағайға шығып алып қара жолға қарайды. Кешке таман ермет көкесі айтып беретін ертегідегідей әтей ақ боз атпен шауып келетіндей болып жүрегі алып ұшып жүреді. Қар еріп, жер қарайып, қырдан қатынаушылар да көбейді. Әркімнен ұялып, бір еркекті үйіне кіргізіп алыпты дейтін болды-ау. Бай кете сала деп жүргенде Хадиша нағыз масқара болған сезді. Екіқабат боп қалыпты. Ит жерік басталды. Апта бойы айта алмай келер жетте әрең айтты күйеуіне. Төрем, көктем шыға елге барып әке-шешемнің алдынан өтеміз деп едіңіз деп бастады. Иә, қазір қырдағылар кәлектеп болып абыр-сабыр өздері деп өкіметшілеп бастады сөзін. Не болды? Міндетті түрде бару керек пе? Сен жас қыз емессің алдынан өтіп қалың беретін. Байдан шыққансың балаңмен. Өткенде көкеңді ауыл аралап жүргенде көріп айтаққаным жағдайды, деді зілденіп. Әкесі өлгенде естіртеді ғой, айтайын де ойын жинап алды да, бұл да бар даусын қатайтып. Мен екіқабатпын, қайтеміз деді. О не? Деп даусы жер жарардай болып мұрты едірейіп жанына жетіп келді. Зәресі ұшқан өзі пәкене Хадиша жерге кіріп кете сақтады. Артынша шегініп кетті. Менен бе? Қанша ай болды? Деп қолынан ұстай алды жұлқып. Иә, ендікімнен жаңадан жерік басталды деп қолын тартып алып төсегіне жата кетті. Екеуі екі жаққа қарап жата-жата қалысты. Төрегелдінің не ойлағанын Құдай біледі. Хадиша түні бойы көз ілмеді. Байғұс Таупаны анау кешегі Нүрия жатқан төсекте құлы болған ерметтің баласына айналған. Ой Алла-ай, татар қатынға істегені алдына келді. Олаздай ендігі байдың түрі мынау. Қатыны екіқабатпын десе кімнен дейді ғой. Сұмырай қойнына келіп жатқан бір қыз шыққанын білмей ме? Әкеме барып дегенін ұмытыпты. Енді келіп қыз емессің, балаңмен байдан шықтың дейді ғой. Өзі осы күнге дейін жетісіп жүргендей сорлы жалаң аяқ деп ұйықтай алмады. Арысланның үйіне келгеннен ол кеткенге дейінгі 7 жыл 7 күндей болмапты. Ертесіне таңғы шай үстінде күйеуі: әй Хадиша, сонда сен қай кезде туасың? Деді. Күзге салым шығар деп күмілжіді әйел. Онда дұрыс, мен екен, әйтпесе жақында туғалы отырған шығар десем деп ырқ-ырқ етіп күлген болды арсыз күлкімен. Осы тұрқында Төрегелді Хадишаның көзіне сондай арам, арсыз, қара ниет адам болып көрінді. Өткенде бір шалиға Төрегелдінің қырдағылардың қан ішеді екен, барын тартып алып бермей қарсыласқан еркектерді ауданға жаяу айдатады екен деп бірден айтқан еді. Сонысы рас болды ғой, қара ниеттілеу екен. Қайдан ғана тап болдым. Қыз боп қылтиқандағы тигенім жирен шал, оның байлығына қызықтым. Қатын боп қарқ қылғандағы тигенім мынау, оған бар байлықтан айырылып қалам деп дейдім. Сондағы отырысым міне. Осы дүниеге от қойып жіберсем бе екен деп бір күні өзіне-өзі жеумен болды. Көктемнің бір жайдары күні Төрегелді үйіне жайдарланып келді. Әншейінде қабақ түксиіп, мұрты едірейіп, әр сөз оқпен атқандай болып жүретін байының бүгінгі мінезі Хадишаны таң қалдырды. Ойбай деген мынадан қайдан күн шықты деп ойлады ішінен. Хадиша, ертең ауылға әке-шешеңе барамыз, баланы да алып ап нағашыларына барып қайтсын деді. Өз өмірі Таупан атын атамайды, атың өшкірдің. Ана бала сенің балаң деп отырады ылғи. Әшейін ертең барамыз не? Дайындалып азырлық алмаймыз ба дегісі келді де Хадиша батпады. Өзі дайын дүниеге келгенмен іш жоқ, сондай сасық сараң. Байдың асын қызғанатын байғұс нағыз. Қырдан келгендерді үйге жолатпайды. Әр сойылған қоймен алынған ұн қапшықтарын санап жүргені. Үйге бір табыс әкелеген күні Ермет пен Шалиғаның үйіндегілердің жанын жеп, ананы үнемде, мынаны үнемде, заман жаман деп зарлап деді. Таупаны болса да өзімен бірге дастархан басына отырғызбайды. Зәуде бір өтіріп қалғанда бала боп тәттіге бауырсаққа қол созсақ пәлеге қалғаны. Біздің бала кезімізде осындай қант деген бәле болмайтын.
бауырсақты пісіріп жатпайтын, шешеміздің қазан жаппайтын, жеп-ақ өстік қой деп бастайтын алыстан орағытып. Ішіп жегенде есептеген сасық саранға әке-шешеме базарлық апарам деп ойлай жүрмей Хатиша үндемеді. Тек өзінің Арсланнан қалған мата-сатасына қосып апасына, жеңешесіне және көкесінің өсіп келе жатқан қызы Жанатайға бір-бір алтын сырға алды, ана пәледен жасырып беруге. Ол сырғалар кезінде жирен шалдың бұған сапарлап қайтқанда әкелетін базарлығы еді ғой. Енді оларды несіне сақтасын? Одан да жақындар жарқырап тағып жүрсін деп ойлады. Баласын жуындырды. Ермет көкесі шашын тықырлатып алып берді. Әне, әтем алып берген пешпентімді кием бе дейді қуанып жүрген ұлы. Жоқ құлыным, оны қажатаңның медресесіне күзде тіл сындырып қараптан оған барғанда киесің. Әзірге Шәлиға апаңның тіккен кеудешең мен шалбарыңды кие ғой деп маңдайынан сүйді. Төрегелдінің төсегіне жатқалы бері осылының алдында өзін кінәлі сияқты сезінеді. Бала боп шын қуанғанын бірінші көріп тұр көптен бері. Шешесінің жанында жүріп жетім болды-ау жарығым деп ойласа көмейіне тас тығылғандай болады. Түс ауа қос атты парлап жеккен арбаға Төрегелді, Хадиша және Тауфиқ мініп жолға шықты. Келіншектің есіне жирен шалдың алтындатқан пәуескесімен төркініне баратын салтанаттар түсті. 3-4 жыл болыпты ғой елге бармағалы да. Төрегелді екеуінің ортасында отырған ұлы біраз жүрген соң қалғи бастады. Шешесі алдына алып бауырына басып отырған әндетті. Айналайын қарағым кекілдім-ай, балапаны аққудың секілдім-ай, қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан ұшып кеткен соң өкіндім-ай, шейлі өзен қамыс-ай, бізді ойлай жүр таныс-ай, деп анасы Зерліқанның істіккенде мәшинасын құлағын бұрап отырып айтатын шейлі өзенге салды. Сондайда Қантай жеңешесі барылдаған даусымен қосылса анасы, Қантайжан, бұл сағынышпен сылтатып салатын ән ғой деп күлетін. Сол сағынышпен салатын әні Хадишаның көңілін астан-кестен еткені. Әннің үшінші қайырымен қайыра берген ал кеп жыласын дыбысын шығармай. Көзінен парлаған жас бетін жуды. Баласын бауырына қысып алған келіншек сол бір күндерді сағынды. Қолынан ұшып кеткен соң алтынның қадірін білді. Жылағанымда мына бейбақ байқап қалса, пәуескені тоқтатып алып сабар деп қорқытып, бетін жаба құбақ жолға бұрылады. Төрегелді болса, мына ел ән бастағанда-ақ қалғып мүлгіп барып қорылға басқан. Көшір жігіттің бұлармен ісі жоқ, аңдығаны қара жолдың ой шұқыры, тек құлағаны жеңгесінің әсем әнін естіп жанын тербеп келеді. Хатиша абайдың әнін шырқады. Оны жирен шалға келген қонақ келіншекпен қайта-қайта айттырып алып жаттаған еді. Арслан Усенді Хатиша үйреніп алған қыста керемет қуанған болатын. Алдағы жасқа саған мұғалім жалдап оқытамын деп жүргенде заман аумалы-төкпел болып кетті ғой. Тәңірім қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ем, бір көруге зар едім мен, айнымасқа бекіп ең, сен жаралы жолбарыс-ең, мен киіктің лағем деген сөздер қандай әсем, сазды әуені қандай шіркіннің. Сол жылдары қарқаралыда Абайдың өлеңін жаттап, ән шырқау дәстүрге айналып еді. Арслан айтатын, Абай аға да Құнанбай қажы қажата дейтін. Әкемнің осы үйде талай қонақ болған. Қажы ата мешіт салдырғанда көбіне біздің үйге түседі екен дейтін. Қажы атаның салтанатты мешіті үйлерінің қарсысында қырдың үстінде Қарқаралының бас белгісіндей болып тұратын. Елден келген, қырдан келген, алыс-болыстардан арнай келген қонақтардың есігінің алдындағы кермесі босамайтын еді. Соңғы жылдары адам қарасы азайып, тіпті басында шырақшыдан басқа адам түнемейтін болды. Төрегелді айтады, қожа молданың той-томалағы бітті. Ендігі коммунистер молдаға, шариғатқа қарсы жер-жердегі кейбір мешіттердің қабырғасын бұзып, кірпішін қызыл отау салған үйге пайдаланып жатыр дейді. Бұрынғыдай жиылып намазға жығылып, иманға ұйымайды енді. Арабша оқуды да тоқтатады. Орыс қарпімен бастайды жаңа мектептері, деп те келді ниеті құрғыр.
әйтеуір заман біздікі дейді де отырады. Бір сөзіне қарсы шықса адыраңдап кетеді пәленің арқасы қозғандай. Бір ауыз қарсы келгені үшін қыста бір рет сабапталды. Содан бері қорқады. Шәлиғаның айтқандары шын сияқты. Адамды аяу, жағдайына қарау дегенді ұқпайды, жүрегі тастай. Егер коммунист болғандары осындай болса, оларға дін не керек? Тас жүректегілерге дін жаны жұмсақ, жүрегі нәзік, Құдайдың жолында жүргендердің ісі. Осы нақұрысқа қайдан кездестім деп уайымдап, аяғы терең ойға ұласты. Баяғыда жол бойы ауылдар болушы еді. Әрқайсысына тоқтап, амандасып, сусын ішіп, ары қарай жүріп, кеш бата ел іргесіне жетуші еді. Бүгінде бір сұмдық әл жолда отырған бір үй көрмеді. Жайын төрегелдіктен сұрап еді. Жайылып кеткендерді кәптіпке жиған. Бәрі колхоз болып отыр. Баяғыдай өріс бермей таласатын бай-батшалар жоқ енді. Малын тартып ортаққа өткізген, оны малшы деген бағады. Құлақтары жер аударған. Бүгінгі тірлік өкіметтікі, өкімет кедейдікі деп жиналыс өткізіп жібереді. Сонымен не керек, елге жеткенше тірі жанмен жүгірген жануар көрмей жетті-ау. Есік алдына пәуеске келіп тоқтағанда үй ішіндегілер өре сыртқа шықты. Ойбой, бой жеткендер ғой келген деп қантай жеңешесі орамалын түсе жүгірді. О құлыным, о ботам деп апасы келіп жатыр, етегіне оратылып. Мал қора жақтан әкесі де емпеңдеп келеді. Мына жиен жігіт бопты ғой деп Жақып көкесі Таупанды Хадишаның алдынан көтеріп алды. Жақып көкесінің ұлдары мен қыздары шұрқырап келіп апатайларын бас салды. Хадиша екінші байға айтпай тиді деп төркіндерін өкпелеп жүрма деп іште толқып келе жатыр еді. Бәрінің шұрқырай табысқанына сұмдық қуанды. Хадишаның төркінде қуанышы ұзақ болмады. Екі қонған соң ақ төрегелді оңаша шақырып алып, біз ертең қайтамыз, неге тез демеді әйел. Сен ана баланы осында қалдыр, нағашыларына, Жақаңның балаларымен бірге өссін дегенде барып. Неге деп баж ете түсті. Сол өзің туайын деп отырсың, саған сол бала болады. Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлитынын білесің бе? Қалалы жерде татардың баласы бұзық болып өседі, қанына тартып деп түсін суытты. Сорлы Хадиша өкіметтің әпербақанына не деп қарсылық білдірсін? Тек жеңешесі мен апасына айтып әбден жылады. Зерліқан бәйбіше көпті көргендігіне салып, қой енді, тастасаң тастап кет. Өсерде анау ауғанбаймен тайталасып жүріп. Заман болса мынау шынында қалада бұзылып кетер. Бірақ татар болса да тегі жақсы. Осында Сәбеттің мектебін ашқалы жатыр. Соған берем. Уайымдамай аяқ-қолыңды бауырыңа ал деп жұбатты. Ойпырмай, әкесінен қалған иен дала үйге биттей баланы сыйғызбаған несі қаншер деп қалды аузы жылдан бірақ ақжүрек жеңгесі. Таупанын оңашалап алып сөйлесті Хадиша. Анасының әрбір сөзін жертесіне тоқып алайын дегендей үндемей тыңдаған Құттай ұлы. Әне, мен ауғанбаймен бірге мектепке барам. Бұл жерде Ермет көкенің үйінен жақсы ғой, деді Томпай. Оның мына ет сөзін анасының жүрегін ауыртты. Дүние-ай деген өзі баяғыда жастық-мастықпен Нүрияны Арсланның әкесінен қалған ен далада үйге сыйғызбаған едім. Міне алдыма келді деп ойлап өз қияметінің баласына келіп тигені жанына батып. Сыртқа шығара алмай тұншығып пәуескеде тербеліп бара жатты. Айтқандай Хадиша күзге салымға сүмелек жаңбырлы бір күні қошқардай ұл тапты. Өмірі қабақ ашылмайтын төрегелді жүрегі жарыла қуанып, мұның аты Заманбек болады, заманына бек болсын деп қолын алып шақалағын иіскеп бауырына басты. Әй, сен енді маған бәйбіше болдың деп Хадишаға баланы берді. Қуанған сыйқын деп іштей келіншек. Безбүйрек күйеу өмірінің жалғасы туғанына қуанғанмен әйелінің тұла бойы тұңғышын сағынып жылайтынына мән де бермеді. Өмірде тауфиқ болмағандай, өз аузына алмайды, өзгеге айтқызбайды. Өлгенде кеткен өші бардай титімдей балада. Заманбек туылғалы заман тынышталғандай еді. Қырдан келгендер жер шұқып егін егуге кіріскенін, колхоздың егіздеп төлдеп жатқан қойларын әңгіме етеді. Қоянның жәрмеңкесі қайта ашылып, алып сату басталды. Соған барып келеміз деп апасы мен жеңешесін алып Жақан көкесі келіп кетті. Ауылдағы Сәбет мектебі бала оқытуды бастап Таупан мен Ауғанбай хат танып қалыпты. Көкесінің бойжетіп келе жатқан қызы Жанатайды қаланың
өмірін үйренсін, әрі саған серік болып бала қарасын деп әкеліп тастады. Жанатай келгелі жақсы болып қалды. Заманбекті баға жүріп екеулеп сауат ашуға кірісті. Екеуі де Хадиче хаттанып төте оқуға бас қойды. Үйге келіп баяғы Арсланның мұғалім досы Халек сабақ беріп жүрді. Әпкесі мен сіңлісі бір қыста батырлар жылы қобыланды жырларын оқып тастады. Оларға кітапты әкелген Халек: «Хадиша, мынаны қазаннан шалың беріп жіберіпті» деп бергенде жүрегі дүрс ете түсті. Сөйтсе әзілдепті. Кітаптар қазанның баспасынан шыққан екен, шынымен жирен шал жіберген екен деп қалды аңқау басы. Бүгінде оның атын естісе қорқады. Себебі күйеуі енді татар байын келсе маған тиіп алғаның үшін өлтіреді дейтін. Баяғыдай Сағымбайды да сол бір ханым болған күндеріне еске алмауға тырысады. Бар алданышы Заманбегімен кітап оқу болып жүрді. Төрегелді өкіметтің жұмысынан босамай ой мен қырға шапқылап жүргенде тағы бір қыс өтті. Дүрбелең саябырсығандай болды. Қазақ жеріндегі аздаған тыныштықты қазанда жатып естіп біліп отырған Арслан қайткенде ұлын қайтарып алу үшін жолға жиналғанда: «Арслан жаным, мынандай сүйкімді қызың бар ғой, Таупиқты тағы біраз өскенше қоя тұршы. Қазақлар жақсы дей береді, заман әлі тыныш емес, бармын» деп безілдеп Нұрия жолға жиналған күйеуіне: «Татар отбасына, ата жұртына оралу жақсырақ болған еді. 10 жыл бала көтермеген Нұриясы жер ауысқан жақты ма, бала көтеріп қыз туған. Содан баласының несібесіме Арсланның басына қайттан бақ орала бастаған еді. Қазанның шет жағынан үй сатып алып қайттан саудаға кіріскен болатын. Жатса тұрса Қарқаралыдағы үйдің астынан жатқан әкесінен қалған алтын күмістер есіне түсіп маза бермеді. Нұриясы қыз туған соң қыз шыққан жерден ұл да шығады, ақырын күтейік деп жүрді де. Бірақ дүние деген пәле көкейін тесіп ұйықтатпайды. Жазда Қазаннан келген бір танысы Хадиша баяғыда-ақ байға тиіп алған, оған кәпеске болмады. Күйеуі милицияның бастығы аудандағы деп сендірді. Әкеден қалған ақ үйге тоқалы біреуге кіргізіп алып ойран-асыр жасап жүрген ойласақ іші оттай жанатын. Нұрияның ойбайына бой бермей ажал шақырды ма, Арслан Қазанның қазақ жеріне сапар алған еді. Үшеуінде де үн жоқ. Үшеуінің ойы үш жақта. Еңсені басқан жанды жеген үнсіздік ұзаққа созылып барып бұзылды. Алдымен тілге әйел мен еркекті мысымен басып тұрған Арслан келді. «Иә, Хадиша, жағдайың қалай? Тауфиқ қайда?» деді зілдеу үнмен. «Көкемнің үйінде, сонда мектепте оқып жатыр» деп әйел әрең даусын шығарды. «Хадиша, қонаққа дастархан жайсаңшы» деп еркек сөзге араласты. «Мен де бармын» дегендей әрі қорқып тұрған әйелін шеттетіп. Арслан анық: «Ал сұрағыш болсаң менен сұра» деп тұрғандай ұқты да: «Мен қонақ емес, осы үйдің иесімін» деді. «Білеміз, танып тұрмыз, елге күн туғанда отбасың тастап қашып енді оралдың ба?» деп милицияның бастығы күш ала бастады. «Менің не істеп не қойғаныңда шаруам болмасын. Одан да баланы алып келіп маған тапсыруды ойлан» деді Арслан да ықпай. «Баланы саған емес, сені қайта тапсыруды шешіп қойдым баяғыда саудагер. Осы тұрған қалпыңды айдап апарып аудандық түрмеге жабам» деді тістеніп. «Сенің айдауыңа жүретін мен саған Қарқаралының қазақ емеспін, байқап сөйле» деп Бешпентінің сол жақ кеудесіне қолы барып қалды. Онда революцияның көзін көрген ескі ровелер жатқан. Баяғыда жолға шықсақ төс қалтасын салып жүретін серігі. Ол жанында жүрсе көңілі орныға болатын. Мына өктем күйеуге көздеп жібере сақтап сабырға келді. Төрегелде ондайға ысылған әккі ғой, зере қалып өзінің наганынан алыста отырғанын еске алып: «Сіздің Қазаннан келгендігіңізді білеміз. Келе сала бала демей жөн айтпайсыз ба? Балаңызды береміз, тек ойласайық» деп ыңғайына жығылды. Ішінен «Сенің бөлтірігіңнен қалай құтылуды өзім де ойлап жүргемде қайта жақсы болды, әкетсін» деп қойды. «Балаңды береміз» дегенің көңілінен шығып, Арсланның екпіні сіл басылды. «Ойлассақ ойласайық» деп орнына қайта отырды. «Шай ішіңіздер» деп бөлмеге Хадиша кірді. Арслан орнынан тұрып қонақ бөлмеге өтті. Төрегелді аса сақтықпен қаруын қойнына тығып алып барып дастарханға келді. Екі күйеуінің шекісіп қалғанынан хабарсыз әйел қорқыныш пен күдік аралас ойлармен шайқай отырды.
жүрек жалғап алған соң Арслан Хадишаның оңаша қалғанын аңдыды. Төрегелді сыртқа шыға бере ыдыс-аяғын жиыстырып жүрген баяғы тоқалына жақындап: «Хадиша, менің түннен қалмай жүруім керек, сенімен әңгімем бар», деді. Төрегелден өлердей қорқатын келіншек артына жалтақтап: «Жарайды, мен төреге айтайын», деп сыртқа беттеді. Баяғы Ерлі-Зайыптың әңгімесі бас-аяғы Тауфиқты алдыртып тездету. Содан әкесінен қалған алтын күмісті алып, ерсе Хадишаны баласымен, ермесе ұлын сұрап алып қайту. Ұлын жанына қосса осы үйді басыбайлы береді. Қазынаны қазса одан да қалдырады. Тек ешкімге жағы ашпай қазынаны қазысып, баласын елден алдыртып берсе, ертең түнделетіп жолға шығатын болады. Естігенін бәрін Төрегелдіге жеткізген Хадишаға күйеуі: «Не десе де келісе бер, ертең Ермек таң ата қырға жіберем де, өзі үйден шықпасын аттап, балаң келгенше күт. Кеш бата Ермек қайта оралады. Менің мына байданда балам бар да ере алмаймын де, қазынасы мен баласын алып түнделетіп жолға шықсын де», деп үйретті. Хадиша естігеннің бәрін жіпке тізгендей етіп жеткізді. Оның ұсынысы Арсланның көңіліне қонып, баласын алып келгенше күтетін болып, үйден шықпауға келісті. Күндіз Төрегелді жұмысқа кеткенде Хадишаны айналдырды: «Байының келгенше мен барымды жиып теріп алайын. Сен көмектес, менімен кетпесең кетпе, бірақ баланы бер. Сен әлі жассың, әлі көп бала табасың. Тауфиқты әкетпесем, сені мазаламаймын. Саған көп алтын күміс берем. Әйтпесе жыл сайын баламды көру үшін келіп тұрам. Ол сенің коммунист байыңа жақпайды. Мен кеткен соң сені сабайды», деп қорқытты. Қайда барса қорқыттың көрі. «Өкімет байы сені маған тигенің үшін саудагер шалың өлтіреді», дейді. «Жирен шал, мен қайта-қайта келіп баламды, дүниемді даулай берсем күйеуің сабайды», дейді. Әбден басы қатты. Әйтеуір бір өлім болса қайда барса көретіні. Өліп қалса да ма екен? Онда Таупа мен Замбанбегінің күні не болмақ? Өстіп неше түрлі ойға батып жүргенде баяғы тоқалының жанына Арслан келді. Келді де сыбырлап: «Басқаларға көрінбей бір қапшық алып отын қораға жүр», деді. Отын қора деп аталғанымен зәулім қос қабатты үйдің астына жартылай жер бетіне терезелер шығып тұратын қосымша қабаттағы үлкен-үлкен бірнеше бөлме еді. Үйдің астыңғы қабатымен есептегенде үй 3 қабат болады сонда. Баяғыда үлкен Ахметовтың барында ол қабаттың жартысы асқан еді. Ыстық тағамдар сонда пісіретін. Бір бөлмесінде соғыммен ет жөнделеді. Оның қабырғалары ашықтау, терезесі жеңілдеу мұзғана іспетті. Асханадан екінші қабатқа қонақ бөлмеге көтерілетін баспалдақ бар. Отынхананың ішкі есігі бөлмеге ашылады да тағы бір есігі сыртқа қарай ашылады. Содан жазда кесіп даярлаған ағаш отын мен көмір тасылады, ал көмірхана сыртқа жасалған. Арслан әйелді ертіп ішкі есікпен кірді. Бөлме толған кесілген қарағай мен қайың. Тақтайлап жиып, құтты көпе жиғандай реттеп қойған. Оның бәрі Ермектің тірлігі. Қыстай сол отынды жағу, мұржалар тасылап отырып соның міндеті. Одан басқа мұнда адам аяқ баспайды. Ол сонау үлкен Ахметовтен қалған тәртіп. Оның сырын тек Арслан білетін. Ал тоқал отын қораға кіріп те көрген емес. Ол отын қора жай отын қора емес еді. Оның түкпірі жағындағы отынның 4 қатарынан алған астынан көмбе шығатын ешкім білмейтін. Арслан кәмпеске дегенде естігеннен шошыған. Үйі кәмпескемен өкіметке өтіп кетсе, мұны өлсе де кіргізбейтін еді ғой. Мейлі байға тисе де әйтеуір осы үйді сақтап қалған үшін тоқалына іштей риза еді. Қайтеді? Байы жоқ қатынды кім көрінген басынады да, милицияға тигені жөн болған. Әйтпесе екеуіне де бұл үй жоқ еді деп ойлап қалды. Ермесе ермесін, енді тек мынаны атыма артып, ұлымды алдыма отырғызып жіберсе болды. Өмірі разымын. Уақыты келгенде ұлым шешесін іздеп келгенде осы үйге ие болар деп те ойлап қойды. Татар еркек әкесінен көрген әдіспен ықтияттап 4 қатар отынды алды да, «Я бісміллә» деп жерге тізерлей отырып тырмамен қақпаны іздеді. Қолына ілінгенде жоғары тартып қалды. Біраз жылдан бері қор тимегенге ме жер қатып қалыпты. Аяғымен жер теп жатып әрең ашты. Соның бәрін қарап тұрған Хадиша қайран болды. Осы үйде 10 шақты жыл болды, күнде жүр. Ермек күнде отын қораға шаруамен кіріп шығады. Ешқайсысы да мұнда жирен шалдың тыққаны барын білмеген ғой.
тіпті ойламаған да. Арслан жүн толтырған қапшықтарды екі жағына лақтырып жіберді де еңкейіп салдырлатып тағы бір нәрсені ашты да лып етіп төмен секіріп түсті. Аяғы жерге тіреліп басы ғана көрініп тұрды. Хадиша қызықтап жақындау келіп қарады. Екеуінде де үн жоқ. Жирен шал темір әбдіренің қақпағын ашты. Ішінде бірнеше темір құмыралар мен өрнекті ағаш сандықшалар тізіліп тұр. Олардың ішінде не барын сұрамады. Сұраса құпиясын біліп қойған үшін өлтіріп кетер деп те қорықты. Жирен шал оларды алып қапшыққа жүнге орап салып жатты. Хадиша ештеңе көрмегендей сыртқы есікті бақылап тұрды. Бір кезде жирен шал қақпақтарды қайтадан жауып, отынды орнына қайта тізді. Ал кеттік деді де өзі орта қаптан жоғары манағы байлығын арқалап алды. Хадиша ештеңе білмегендей, ештеңе көрмегендей ләм демей алдыға түсіп жол бастап келеді. Арслан баяғы әкесінің кітапханасына кіріп алып күні бойы кітап қарады. Әйтеуір кешті батырды-ау. Қас қарая Төрегелді келді қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз қатып. Тек қырға кетті деген ермет баласын кешіктіріп жатыр. Баламды қазір әкелсе, дәп қазір жолға шығып кетерем деп қояды іште ойланып. Бұл кезде Төрегелді әйелін жатын бөлмеге қамап алып тергеуге алды. Күні бойы не көргенін сұрады. Ішінде не барын білмеймін, әйтеуір қапшығы жартыдан жоғары болды деп әйел бәрін жайып салды. Хадишадан жағдайға қаныққан әккі милиция ол қаптың тегін емес екенін сезді де ойы бұзылды. Әй, мынау гилаңыз етіп айтатын саудагер әкесінің тыққандарын алып кетіп барады. Осының біздің үйге келгенін көрген пенде жоқ ерметтен басқа. Онда кеше кең далаға жібергем деді. Таупанжанды әкелмей ме деп қалды ұлын сағынып жүрген анасы. Қайдағы бала бұл саудагерге? Ертең балаңды апарып құлдыққа сатып жіберер. Одан да мұны сол әкесінің қасқан көріне қайта өзін тапқызса, кім біліп жатыр қаңқа саудагерді. Баяғыда әкесі қаңғып келіп кедейлерді жеп байып еді. Ана қапшықтағы сол сорлылардың көз жасы. Мұны өлтірсек балаңда жаныңда қалады деп Хадишаңда жан жеріне сипап қойды. Мына сөздерді естіген әйелдің қорыққаннан жүрегі аузына тығылды. Болмас, обал ғой дей берді. Несі обал? Сен бар жастығың осыған бердің. Тоқал болып томпылдап осы үйдің тірлігін істедің. Баласын тудың. Кәрі татардың тұқымына құрған жалғастырдың. Енді оны тартып әкетеді. Бартыққан өкімет түгіл сағанда татырмай арқалап кете бармақ па? Байманап құлақ деп қалш-қалш еткенде оның сөзі көңіле қонған әйел. Төрем, өзің біл, мен араласпаймын. Мен тағы екіқабатпын, қорқам деп келісім бергендей болды. Әйелдің екіқабатпын дегеніне есін жиған еркек, әй, шынымен бе деп жанына жақындап қайта сұрады. Иә, енді айтам ғой деп жүргем, ұрсама деп күмілжіді. Неге ұрсам? Мен бәрін тастап баладан қашатын татар шал емеспін. Сен менің ұрпағым туасың, мен сені аялаймын деп ойда жоқта қамқор әке асыл жар бола кетті. Оның мына сөзіне сеніп қалған әйелі, мейлің деп келіскендей. Мейлі болса мейлі, сен балаларға бар, мен өзім жайғастырамын. Ал ермет келмейді. Мына шалдың атын кеше соған жетектеп жібергем. Кең далаға көкеме деді де сыртқа беттеді. Бір сұмдықтың боларын ойлап Хадиша көзім көрмесін, балалар білмесін дейді де Заманбекпен Жанатай жатқан бөлмеге бет алды. Ойы бұзылған аудандық милиция қонақ бөлмеде байлығын қапшыққа тығып баласын күтіп жатқан Арсланға бет алды. Қолында баяғы Арсланның әкесінің кітапханасындағы қару-жарақ ілген тақтасында тұратын айбалта. Үлкен Ахметовтың аңқұмар еді. Содан ба қарудың неше атасын жиып төре жасатып тізіп қойған. Заманында үйге келгендер қызығып қарап, ұстап көріп тамашалайтын. Оның біразын Төрегелді кәмпескеге тізімдетіп беріп жіберген. Осы бір айбалтаны не оймен алып қалған өзі де білмейді. Әйтеуір тығып ұстап қалған еді. Міне қаншердің қолына бүгін қару болып, әкесінен қалған айбалта баласына сілтенді. Арслан баласын күтіп жатып, ермет кешікті ғой деумен көз ілініп кетіп еді. Төтеннен келген жауды да, өз үйінде келген ажалды да сезбей қалды. Қырынан жатып қалғып кеткенде қарақұстан тиген соққыдан ыңқ деді де жүре берді бұл дүниені тастап. Татар шалдың дымы шықпай, қарсыласуға шамасы да келмей қалғанына қуанған Төрегелді енді тез қимылға көшті. Қанға бөккен денесінің кеуде тұсын жастығымен қосып,
сейсеппен орап тастады. Дәлізге шығып жан-жағына қарап жарықты сөндіріп келді де өлікті арқалай жөнелді. Отын қораға дейін қандай дүлей күш көтергенін бір дем алмай түсті. Денені отын қораның түкпіріне тастады да қайта көтеріліп пілте жағып кісі өлтірген жеріне қамтанбады ма деп тексерді. Тек төл көрпенің шеті былғаныпты. Оны орап құшақтап алды да балалардың бөлмесіне келді. Хадиша ұлын құшақтап үрей құшағында отыр екен. Жанатай ұйықтап қалыпты. Не, ұйықтамай жатыр ма деді алқынып. Жоқ, мана ұйықтап қалған. Енді немене, тыныш жатқан баланы жұлмалап, есің дұрыс па, бері кел деді. Қазір деген әйел ұлын қайтадан көрпенің ішіне жатқызып қымтап шықты. Дәлізде тұрған күйеуінің түрі қолына ұстап тұрған білте шамның жарығымен өрт сөндіргендей болып көрінді. Жүре бер деп баспалдаққа дейін келді де төмен түсе бастады. Өзіне шалын өлтірткізген шығар деп қорыққан әйел. Төреммен қорқам деді дірілдеп. Бәрі бітті. Мә, мынаны ошаққа жағып жібер. Отын қора жаққа байқа, артымнан біреу келіп қалмасын. Мен ананы жайғастырам. Әлгі шалиғаның пысықтап тексеріп жүретіні бар ғой. Бұл не жарық деп жетіп келмесін, деді де арық қарай түсе жөнелді баспалдақпен. Шам жарығымен қантанбап па деп қарап қайта тексеріп келеді. Бағана келе сала әйелі жирен салып айлығын мына жерден алды деп көрсетіп, қалай ашылатынын да көрсеткен. Сол айтқанмен тісіліп тұрған ағаштың біреу-екеуін суырып алып еді, төбедегілер құлап өзін басып қалды. Қайта білте шамды аулақтау қойған жөн бөліпті. Әйтпесе өрт шығар еді де оның майы төгілсе, құлаған кескен отының арасынан шығып, оларды тамның бір жағына ысырып, айтқан қақпақты қайта жапты. Оп-оңай ашты да ішке қарау үшін шамда келді. Жарықтың сәулесінен үңгірдің ішіндегі сандықты көрді-ау. Шамды үңгір жиегіне қойып секіріп түсті де сандықтың құлпысыз тілін көтерді. Іші бос. Атаңа нәлет, барын сыпырып салыпты ғой. Орнына өзің жатасың деп боқтап алып, қайта шығып сейсепті шешіп денені шығарды. Қаны жастыққа сіңіп тоқтап қапты. Үстіндегі бешпентімен жапқан екен. Сол қалпында сандыққа тықты. Нықпылап жатып екі бүктеп әрең сыйғызды. Сандықтың аузын жапты да жастықты сейсепке орап бір шетке қойды. Үңгірдің сырт қақпағын жауып, жерді тегістеп, отынды жиып шықты қайтадан. Ермет пәле бірдеңе іздеп жүріп тауып алмасын деп, қайта бергі жағына бұрынғыдан да көп отын жиып, адам аяқ баспайтындай етіп үйіп жіберді де қайта жақты отын қорадан. Қолындағы сейсеп түйіншекті ауладағы қазандықтың көмейіне тықты да шақпақ жақты. Сол кезде сыртқы ауланың есігі жақтан жүрген әйелі де келді. Көрпешені әкелейін бе деді. Ахметовтың берекелі отбасының талай қонағын күткен тайқазан асылған ошақта баласының ақтық қанын жұтқан жастық пен көрпеше жанып жатты. Сұмдық бір қылмыстың ізін өртегендей. Бар үйге, мен қазір деп қолмен әйелін шеттетті еркек. Мынау айуандығына оны араластырғысы келмей, не бір сұмдықты көрген милиция жастық пен көрпешеден күл қалғанша есік алдында отырды. Ертесіне күн жырақта қылмыс жасаған жерлерін түгел қайтадан тексеріп шықты. Қан ізі қалмады ма деп ошақтың маңайына келгенде шалиға алдынан шығып, түнде су ысыттыңыздар ма деп сұрады. Иә, мен кештеу келген соң жуындым, деді еркек қызметшісінің көңіліне түйткіл қалмасын дегендей. Хадишаның сол күннен бастап ұйқысы бұзылды. Жирен шалының қалай өлтіргенін көрмесе де өзі өлтіргендей болып шошты. 3-4 күннен соң ауырып мұрттай ұшты. Денесі оттай жанып тұрса болды, бас айналады. Тәбет жоғалып тамақ іше алмай қалды. Оны шошытып алғанын біліп Төрегелдінің жаны Хадишаның үстінде болды. Ұшықтатуға Қарқаралыға аты шыққан Тәуіпке апарды. Қожа молда, емші Тәуіп дегендерді қудалап, мешіттерді бұздырып жүрген коммунист алдына келген көріп, Ақберен ақсақал көтеріліп кетті. Төрегелдіні алдына отырғызып қойып біраз өсиет айтты. Соңында: көп қан төгілген өміріңде, соңындағы әйеліңнің жүрегіне түскен, үйіңде аруақ бар, сол сендерді мазалайды. Арғы бергідегі әруақтарға өмірі бір құран оқытпапсың. Мына атқарып жүрген қызметіңнің өзі қарғысты көп алғызып, жүрегіңді суытып жіберген. Бір құдайы таратып, әруақтарға құран шалғыр. Дін мен мешітпен көп алыспа.
ақырыңды ойла. Есті азамат бүгінгісін ақырына азық етеді деп шығарып салды. Қанша коммунист болса да, қанша партибилетті жүрек түбіне ұстаса да, Ақберен ақсақалдың мына сөздерінен шошып, Ермекті жанына ертіп алып, елге барып бір қойды сойып таратты. Бірақ жиналған жұртқа Құдай таратып жатырмын деуге коммунистік жібермеді. Үйіне келген соң Ақберенді алып келіп Құран оқытты. Онда да үй қызметшілерінен басқа дастарханда бөтен адам болмады. Ақберен ақсақал ұзақ оқытылатын бір-екі сүрені оқыған шымырлатыр мақаммен оқып болып, арғы-бергін түгендеп бағыштап, аяғында батасын берді. Ермет Хадишаны таң жарықта ешкімге көрсетпей Ақберен қарияның үйіне алып барып, бір жеті оқытып емдетті. Жазға салым Хадиша аман-есен тағы бір ұл тапты. Есі шығып қуанған Төрегелді ұлының атын Ергенбек қойды. Өзім жалғыз едім, Саманбегіме еріп жүрсін деп ырымдады. Босанғаннан кейін Хадишаның елірме ауруы тағы шықты. Нәрестеге шәлиға ие болып, тек емізуге анасының бауырына салады. Әйтпесе Хадишада бала түгілі өзіне ие болуға шамасы жоқ. Кеудесінің сүті аяғына төгіліп жатса да, соны игеріп сәбиінің бауырына салуға кейде ақыл жетпей қалады. Төрегелдінің жұмысы болса да ауырлап кеткен. Елде Голошекеннің аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деген кері де теріс тірлігімен малмен ғана күн көріп отырған қазақ елінің қолында құрық пен жүген қалды. Ірі қара малды түгел өкімет сыпырып, қой-ешкіні қырып салды. Халық қолындағы азғантай ұсағына ауыз сала бастаған соң босып кетті. Баяғы бай мансаптың кәмпескесіндей көрші елдерге қашпаса да, қалаға қарай ағылды қырдағы жұрт. Қаланы тіршілік көзі деп таныды. Халық көсемі Сталиннің ел ішіне халық жауын іздеген науқаны басталды. Халық жауын тап дейді Төрегелді бастаған топ табады. Бір Құдай біледі, олардың қай-қайсысы дос, қайсысы жау. Ар жағын ақтарып анық қанығына жетіп жатуға уақыт жоқ. Қырдағы халықтың сәл бас көтеретін аудандық мәслихатқа, милицияханға тоғытып болды. Оларды түнімен ұйықтатпай сұраққа алады, өлердей қинайды, ұрып соғады. Төрегелдінің белдігінде наган, қолында кісен, аттан түспейді, жанында шашал десе басалатын екі жандай жабы. Күні-түні ауыл-ауылды аралап, ауылдық кеңес ағаларының жағасынан алып халық жауын таптаттырады. Жүрегі ат аяғының дүрсілімен бірге соғып әбден қалжырады. Коммунист деген атына кір келтірмеу үшін бір сәт бел жазбады. Ауру әйеліне де қарамады. Тақымдағы шалбардың құйрық тұсы ақжем болды. Самайының ағы көбейіп, мұрты бұрынғыдан да едірейіп, тіпті оған да ақ түсті. Талайды тепкілеген хром етік аяғын қажады. Жұртқа зәбірлене өңі суып, түсі жалпақ қара тастай қатып кетті. Социализм жауларына деген аяушылығы жоқ жанның тақымына да атшақ келмеді. Тұлпар берсе де екі-үш айға ит сілікпесін шығарып жібереді. Не аяғы сынады, не бел үзіледі. Жануарды қайдан аясын? Адамды аямайтын қанпезер. Маңайдағы ауылда бар деген не бір жорға, не бір жүйріктерді жер жасаттырады. Аудандық милицияның ат қорасындағыларда Төрегелдіге ат керек дегеннен-ақ зәрелері кетеді. Байғұс жануарларға да қырғидай тиеді. Өзі үстінде қалай аман қалып жүр, бірге мойны үзіліп кетпей деп Бектемір деген баяғыда келе жатқан атбегі іштей боқтап отыратын. Ондайды сыртқа шығаруға болмайды. Коммунисті боқтасаң ұсталасың да жазаланасың. Ал олардың көсемі Сталинге тіл тигізсең атыласың. Сталиннің суреті бар қазетті жыртқаны үшін бір бажасын қаматып тастағанын естіген ақсақал аттың жауын сыртынан сыбайтын. Сөйтіп халық жауларын іздеп, халыққа қырғидай тиіп, қарғыс жиып, байғұс жануарлардың обалын арқалап жүрген бір күні қырдан келе жатып, аттан ұшып мерт болды Төрегелді. Хадиша есік алдына күншуақта Ергенбектің қылығын қызықтап отырған болатын. Шәлиға жаңа сойған ісектің ішек-қарын жуып болып, енді басын жуып жатқан. Ерметке қой сойғызуға болмайды, сойған малының жағын ажырата алмайсың деп күңкілдеп басты ары-бері жұлқылап жатты. Тістеніп жүріп соятын шығар деп Хадиша күлді.
көкем айтатын, мінезі ауыр адамға мал сойғызсаң жағы қарысып қалады, еті де қаттау болып ұзақ піседі дейді шалиға күйіп-пісіп жүріп. Онда күлкіден аузы босамай ыржақтай болсынбайды қой союға шақырып алайық деп Хадиша тағы күлді. Қыстайғы аурудан басын енді көтеріп, жүзіне күлкі жүгірген ханымның реңіне шалиға да қуана қарады. Ауру кірді дегенше әлек кірді дейсің дегендей, Хадиша ауруы болғалы бері үлкен үйдегілердің де бересі кетті. Заманбек пен Ергенбек те бала болып анасына еркелей алмайды. Төрегелді болса да еркек сырттың адамы, аттан түспейді. Қызметі де бір қырғын. Ал кетті, ал шапты деп қасындағы жандай шаптарымен бірге күні-түні аттанып жүргені. Ауру Хадишаны шалиға бағып жатыр. Әйтеуір қыстан аман шығып, көктемнің шуағына ілінгені бері ханымына бір ауық есік алдына шағынып отыратын болды. Елден келгелі ағайын туыспен әңгімелесуде жарып қалды. Анасының аулаға шыққанына қуанған екі ұлын асыр салып ойнап мәз-мәйрам болады. Сондай бір шуақты күні намаздыгер уақытында дарвазадан бес-ауыз үш еркек сау ете түсті. Түстері суық, жүрістері суыт, әлденен сезген Хадишаның жүрегі су ете түсті. Төрегелдінің қызметкері Ауғанбай, жеңгей, төрекем аттан құлап мертігіп қалды. Бөлме дайындаңыздар, жатқызайық деді бірден. Тірі ме? Деді әйел өзі де әлсіз даусымен. Иә, сынықшы алдыртқанша оңашалау жерге жатқызайық деп арттағыларды шақырып қол бұлғады. Дарвазаның қосымша есігін айқара ашып, қос ағашпен ортасына мата тартқан зембілге салған төрегелдіні үйге қарай екі жігіт алып жүрді. Өлі тірісі белгісіз, үстіне жалғабай шекпен жауып қойыпты. Басы жалаңбас, өлген болса бетін жауып әкелер еді. Болды мойын созып қараған Хадишаның алғаш қойы. Екі еркек зембілді көтерген күйі үйге кіріп кетті. Хадиша үрпиіп тұрған ұлдарына, сендер әз үйге кірмей тұрыңдар, көкелерің аттан құлап ауырып қалыпты дей салды да өзі ілбіп үйге беттеді. Қонақ бөлмедегі болыскей кереуеттің көрпелерін түсіріп төрегелдіні жатқызып жатыр екен, жанына барды. Шашы қанмен ұйысып, өңі қап-қара болып, жүзі әлем тапырақ, көзі жұмулы, қор-қор етеді. Еңкейіп денесін көрпемен қымтамады. Сүт пісірім уақытта сынықшы Домбай қарай келді. Ұзақ қарап көлді де, жолына зақым келген, ертеңге шыдамас деп кесіп айтты. Өзі қалтаңдап жүрген әйелге бұл оңай соққы болмады, талып түсті. Төрегелді сол қорылдаған қалпымен таңға дейін жатып, шолпан туа мәңгілікке аттанды. Хадиша есінен қайта-қайта танып, күйеуінің мәйітін үйден қалай шығарды, қай тұсқа жерледі қабарсыз қалды. Өлік жөнелтудің барлық жөнін Жақып көкесімен ержетіп қалған Тауфиғы жайғастырды. Төрегелдіктен туған екі ұл әлі жас. Үлкені Заманбек көкесінің аттан құлап өлгенін біледі. Кішісі Ергенбектің тілегені шығып келеді. Апасының ауруы жандарына батып жүргенде көкесінің өлгені Заманбекті жасытып кетті. Төрегелдінің қырқын өткізген соң анасы зарлыққан елге қайтты. Күнде ауру қызының жанында екі ұлға бас-көз болып отыратын еді. Ой, соры арылмаған балам-ай дей берді Хадишаға қараған сайын күбірлеп. Шешесі кеткен соң-ақ жатын бөлмесінде оңаша ұйықтаса Хадиша шошып, таңға дейін көз ілмейтін шығарды. Жанына үш ұлын бірге алып жатады. Таупаны 16-ға қарап жігіт болып қалды. Күні бойы ауланың тірлігінен босамайды. Баяғы қызметтерін істейтін ермектер елге көшіп кеткен. Шалиға шал өліп бауырына бала болмаған соң осы үйде біржолата қалып қойды. Ағайындары қырдағы ауылға шақырып еді, бармады. Жасымнан жүрген үйім, ханымның басына іс түсіп аурулы болғанда тастап кетпеймін, Құдайдан қорқам деп отырып алды. Сонымен ауру Хадишаның қасында отымен кіріп, күлімен шығып, тамағын беріп, төсегін жайғайды. Төрегелді өлгелі бері ас-ауқатта тартылып, үлкен үйдің де берекесі кетті. Сырты тоза бастады. Хадиша күндіз жап-жақсы ас-ауқатын ішіп, шалиғамен анан-манан ақылдасып, ұлдарға тапсырманы берген болып жүреді де, түн баласы өзімен өзі алысып шығады. Енді көзі ілініп бара жатқанда есік-терезе тарса жабық болса да жатын бөлмеде жел есіп өтеді. Елең етіп оянып кеткен әйел көпке дейін аунақшып ұйықтай алмайды.
ауру дейтіндей еш жері сырқырап не қақсап ауырып жанына да батпайды. Есіне өткен-кеткен түсіп, көзім ілінсе тағы да оятады-ау деп елегізіп жатады. Үш батыр түк сезбей ұйықтайды. Хадишаның түйсігінің тереңінде осы үйде өздерімен бірге тағы біреу өмір сүретіндей сезіледі. Баяғы жирен шалын осы үйдің ішіндегі отын қораға көмгенін еске алмауға тырысады. Сол бір жайды кезінде Ерметке айтып өлікті түнделетіп басқа жаққа жерлетіп тастағысы да келген. Біреу біліп қалып немесе Ермет әйеліне сандалып айтып қойып, одан ел құлақтанып сотатып жібере ме деп қорықты. Төрегелді өлтірді дегенге кім сенсін? Өзің не қарап жүрсің? Сыбайласып не үшін өлтірдіңдер? Енді тірі жүрген сені жауаптап соттаймыз-дер. Жауабында берер еді-ау. Мына екі құлынның анасы сорлы Таупанның әкесі өлтірген қанішер де аттанады ғой. Ұлдары да бір-біріне кек тұтып өмірлері зая кетеді ғой деп ойлаумен таңда тұрып кеш батады. Ерте ме кеш пе озық құпияның сыры ашылып қалса күнім не болады? Отын қораға қайтсем де балаларды кіргізбеймін деп алысып жүріп шашағарды. Таупан отын қораның түбіндегі отын таусылмай-ақ жаз бойы үстіне қор жасай бер деп ақыл айтқан болды. Ондағысы отын таусылып қалса жирен шалдың сандығының қақпағы көздеріне түсіп қала ма деген сиқы. Күзге салым әйелдің елес көруі, ұйықтамай шығуы жиіледі. Терезе алдындағы жалғыз қайыңның жүздеген жапырағы Арслан, Хадиша, Төрегелді деп сыбырлап әңгіме айтып тұрғандай. Жирен шал таңға жуық төсегінің жанына келіп отырып, баяғыдай шашынан, балтырынан сипап оятатындай. Сол бір дәулетті де сәулетті бейғам күндеріне деген сағынышпен жылап оянатын түндер жиіледі. Төсектен бейсенбі күндері шалиғадан бұрын тұрып 7 нан салғыш болып алды. Екі жесір әйел мұңданып отырып күйеулеріне құран бағыштайды. Соңғы кездері Төрегелдіден бұрын Арсланды ойлайды. Соның алдындағы ешқашан ешнәрсемен жуылмас күнәсінің ақыры неге соғар деген ой ойлағанда жанын қоярға жер таппайтын болды. Апа, нағашыларыма барып күземге көмектесіп, сізге де анау-мынауға керек жүн-жұрқа әкеліп берейінші, 10 шақты күнге қырқуға жіберіңізші деп ержетіп қалған Таупаны қоймады. Жіберсеңізші ханым, жаныңызда мен бармын ғой деп қайта Таупанжан айттыратын қыз қарай келер деп шалиға да қосылды. Қыз айттыратындай бізде қайбір жай бар дейсің деген қалай аузынан шығып кеткенін байқамай қалды. Түнде қорқатынын айтуға намыстанып қанша қиналса да Тауфиқты қырға жақып көкесіне қолғанат болуға жіберді. 2 түн жақсы ұйықтады да 3-ші түні түнгі елес тағы басталды. Таңғы сәулемен ол бөлмеге кірді. Үстіне баяғыдай ақ көйлек дамбал киген Арслан терезенің алдынан Хадиша екеуі жататын, бүгінде екі ұлын бауырына басып жатқан әйелдің төсегіне жайлап келді. Қатты ұйықтап жатқан әйелдің балтырынан жоғарылай сипап кеудеге келіп тоқтады.